Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай нишаста курабисын жасаймыз. Өте жұмсақ, тәтті келеді. Ал енді печеньеміздің қамырына кірісеміз. Сары май мен жұмыртқаны және сахарный пудраны бәрін араластырып аламыз ең бірінші. Сосын үстіне кукурузный крахмал саламыз және соңында ұнымызды саламыз. Оның ішінде разрыхлитель, ванилин барлығы бар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болып келеді. Енді печеньеміздің әрқайсысын 20 граммнан бөліп, осындай противенге салып дайындап аламыз. Курабияны духовкаға 180 градусқа 15 минутқа жібереміз. Ал енді біздің нишаста курабиясы дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.